Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үлпілдек осындай бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Сондықтан видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Бауырсақтарымыз жұп-жұмсақ және сатылымға шығаруға болатын бауырсақтардың бірі. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Бұл жерде 900-950 грамм ұн, үстіне 250 грамм жылы суымызды құямыз, 250 грамм жылы сүтімізді құямыз, 1 шай қасық тұзымыз салып, оның үстіне 50 грамм қант, 50 грамм майонез саламыз. Майонезіміз жұмсақтық қасиетін береді. 1 жұмыртқамызды және де 5 грамм ашытқымызды салып, қамырымызды жақсылап илеп шығамыз. Жоғары сортты қамыр қолдансаңыздар тіпті жақсы, қамырларыңыз әдемі көтерілетін болады. Қамырымыз қатты болмау керек және де сұйық қамыр болмауы керек. Одан кейін үстіне 1-2 қасық сұйық майымызды құйып, үйін қандырғанша дейін жақсылап илеп шығасыздар. Осылай қамырымыз мінекей әп-әдемі болып шықты. Оған үстіне салафанымыз жауып, орамалымыз жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. 1,5-2 сағаттан кейін қамырларыңыз осылай әдемі болып көтеріледі. Видеода көріп тұрғандарыңызда 2-ге бөлесіздер, сосын екеуін бірдей дөңгелектеп аласыздар. Өйткені біз бауырсақтарымызды дөңгелек формасымен жайып кесетін боламыз. 4 бұрышты да кессеңіздер болады, өз еріктеріңіз. Ал сатылымға шығаратын бауырсақтар жасайтын болсаңыздар, ол кезде дөңгелек бауырсақ жасағандарыңыз дұрыс. Өйткені сатылымға дөңгелек бауырсақтар жақсы өтеді. Қамырларыңыз өте жұмсақ болып қалмасын, қатып қалады, қалың да болып кетпесін. Стаканның немесе арнайы ыдыстың көмегімен дөңгелек жасасаңыздар болады. Менде осындай үлкен кендірдің ыдысы. Осылай енді қамырдың бетін толықтай дөңгелетіп аласыздар. Дөңгелек форма жасаған қамырларыңызды барлығы мата дастарханға міндетті түрде тындырып қою керек. Қалған қамырларыңызды осылай жинап, содан кейін оны да дөңгелектетіп жасасаңыздар болады. 15 минут тұрғаннан кейін бауырсақтарыңыз көтеріледі. Көтерілмей жасасаңыздар, онда бауырсақтарыңыз пышный болмай қатылау болып қалады. Қалған қамырларды да дәл осылай илеп, дөңгелектеп кесіп алдық. Мінекей бізде қамырларымыз көлемі ісініп, кішкене көтеріліп тұр. Енді қазанымызға май құйып, қыздырып аламыз. Зубочистканы немесе шпажканы осылай майға салсап көрсеңіздер, кішкене астыңғы жағы жыбырлап тұрады. Сол кезде майдың қызғаны білсеңіздер болады. Енді ақырында барлы бауырсақтарыңызды саласыздар. Табаға сиятындай етіп, арнайы құрылғымен немесе осындай сушы таяқшасымен аударсаңыздар болады. Аудар өте оңай, отты сосын қатты қоймайсыздар, орташа жылдамдықта болып тұру керек. Қатты қойсаңыздар сырты қызарып, ішкі жағы піспей қалады, шикі болады. Енді піскен бауырсақтарыңызды қағаз майлыққа салып қоясыздар. Дәл осы әдіспен барлық бауырсақтарыңызды әдемі қызартып пісіріп аласыздар. Бұл бауырсақтарды сатылымға шығарсаңыздар болады. 1 килограммы 1600 теңгеден сатсаңыздар болады. 1 килограмм ұннан 1700-1800 граммдай бауырсақ шығады. Сонда 2 килограммнан 3 килограмм 200 граммдай бауырсақ шығады. Бауырсақ осындай жұмсақ үлпілдеп, басса да қайтадан көтеріледі орнына, және де майонез қосқандықтан өте жұмсақтық қасиеті береді. Артық майдың, маргариннің қосудың қажеті жоқ. Қазір сіздерге өлшеп көрсететін боламын. Видеода көріп тұрғандарыңызда бауырсақтардың барлығын салып өлшеп көрсетемін. 1 килограмм ұннан 1600-1700 грамм бауырсақ аласыздар. Сатылымға шығарсаңыздар өкінбейсіздер, ешқандай шығынсыз кішкене пайда қосып сата аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жасап көрсеңіздер менің парақшама жіберіңіздер. Мен өте қатты қуанып қаламын. Фото, видео, отчетпен жіберулеріңізді сұраймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Мен қазір барлық бауырсақтарды салып жатырмын. Қазір сіздерге көрсетемін. Менде қанша грамм шыққан.
менде мінекей 1500 граммдай шықты. Себебі мен 900 граммдай ұннан жасадым. Мінекей қыздар, жасап көріңіздер.